Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін сіздермен туризмде салық салу және бухгалтерлік есеп пәнінен төртінші дәрісті қарастырамыз. Төртінші дәрістің тақырыбы туризмдегі туристік өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындардың есебі. Бірінші сұрағымыз: туристік қызметтің түрлері, туристік өнім туралы түсінік, туристік өнімнің өзіндік құнына кіретін шығындардың құрамы, олардың құрылымы және жіктелуі. Үшінші сұрағымыз: тур операторлық қызметтегі шығындардың есебі. Және төртінші сұрағымыз: туристік өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау. Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы заңына сәйкес немесе заңына сәйкес жеке немесе заңды тұлғалардың туристік қызмет көрсету жөніндегі кәсіпкерлік қызметі болып табылады. Туристер негізгі, қосымша және ілеспелі қызметтердің тұтынушылары болып табылады. Оны сіздер өз болашақ мамандықтарыңыздан білесіздер. Негізгі туристік қызметтерге не жатады? Оларға жататындар: орналастыру, тамақтандыру, көліктік қызмет, оның ішінде трансфер, экскурсиялық қызметтер болып табылады. Сонымен қатар қосымша қызметтер болуы мүмкін. Бұл қосымша қызметтерге кіретіндер: негізгі қызметке кірмейтін қосымша экскурсиялар, дене шынықтыру, сауықтыру қызметтері, медициналық қызметтер, мәдени ойын-сауық және ойындық шаралар тағыда басқалары болып табылады. Ілеспелі қызметтер деген ұғымда бар. Оған жататын олар ереже бойынша туристік символикасы бар сувенирлік өнімдерді ұсыну, саудалық, валюта несиелік, ақпараттық, конгресстік және басқалары. Сонымен қатар байланыстың арнайы түрлері бойынша қызмет көрсету, банктерден жеке сейфтер ұсыну, тағыда басқалары. Туристік қызметке келетін болсақ, туристік қызметтің туристік операторлық және туристік агенттік қызметі болып, олар екі түрге бөлінеді. Тур операторлық қызмет осы қызмет түріне лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалардың өздерінің туристік өнімдерін құрып, туристік агенттер мен туристерге сатып өткізу бойынша кәсіпкерлік қызметі болып табылады. Ал енді тур агенттік қызметке келетін болсақ, бұл жеке немесе заңды тұлғалардың туроператор қалыптастырған туристік өнімін ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі болып табылады. Ал енді біз сіздермен туроператорлық қызметте тур құрылады деп отырмыз, туристік өнім құрылады деп отырмыз. Осыған орай біз тур деген мағынаны түсініп алайық. Тур дегеніміз ол белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут бойынша жасалынатын саяхатты қамтитын туристік қызмет көрсетулер кешені болып табылады. Турдың құрамына мыналар кіреді: туристік пакет, маршруттағы қызметтер жиынтығы, маршрут және мерзім. Ал туристік өнім ол турдан тұрады, қосымша туристік экскурсиялық қызметтерден және тауарлардан тұрады. Сонымен қатар туристік пакет деп жоғарыда айтып кеттік. Осы туристік пакет дегеніміз не? Туристік пакет оған кіретіндер: туристік орталық қызметі, көліктік қызметтер, орналастыру қызметі, қоғамдық тамақтандыру ұйымдарының қызметтері және трансфер. Туристік қызмет кәсіпорындарында туристік өнімнің өзіндік құнына өндіріс процесінде қолданылатын табиғи ресурстар, шикізаттар, материалдар,
отын, энергия, еңбек ресурстары және басқа шығындардың құндық бағалауы кіреді. Туристік өнімнің өзіндік құнына кіретін шығындар. Ол туристік өнімді өндіру мақсатында туристерге қызмет көрсету құқығына ие бола отырып қолданылатын шығындар. Олар орналастыру, көліктік қызмет, қызметті көрсету, тамақтандыру, экскурсиялық қызмет, медициналық қызмет, тағы да сол сияқты басқалары. Жаңа турларды меңгеру бойынша шығындар. Және туристік фирманың жұмысшы персоналымен қамтамасыз ету бойынша шығындар. Тур фирманың жұмыс персоналының еңбек ақысынан ұсталынатын ұсталымдар. Кадрларды таңдау бойынша ұйымдардың қызметіне ақы төлеумен байланысты шығындар. Өкілдік шығындар. Контрагенттерге комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығындар. Турды жүзеге асыру барысында сырттағы ұйымдарға көрсететін қызметтер үшін төленетін төлемдер бойынша шығындар және басқа да шығындар кіреді. Туристік өнімді өндіруде шығындардың есебі 81/10 негізгі өндіріс шотында жүргізіледі. Бұл шоттың дебетінде осы туристік қызметтің бағытына кіріп отырған барлық шығындар көрсетіледі. Шот шеңберінде туристік қызметтің бағыты, жол жүру, туристік қабылдауды ұйымдастыру, тағы да сол сияқты бойынша, немесе туризм түрлері, жаңағы судағы, тауда, жаяу, атты, тағы да басқа жаңағыдай түрлері бойынша аралық шоттар ашылып көрсетіліп отырады. Мысалы, негізгі өндіріс бұл біз жалпы айтып отырмыз, а егер туристік қызметтің бағытын алатын болсақ, онда ол бірнеше бағыттары бар. Мысалы, таудағы жаңағы туристік қызмет дейміз, жаяу туризм дейміз, атты туризм дейміз, діни туризм, міне солар бойынша жеке аралық шоттар ашып көрсетуге болады екен. Егер туристік фирманың өзінің құрамында туристік өнімді өндіру барысында жекелеген жұмыстар мен қызметтерді атқаратын бөлімшелері болса, мысалы, көмекші өндіріс деп отырмыз, олар көмекші өндіріс ретінде есептелінеді және олардың есебі 83/10 шотында жүргізіледі. Яғни, бұл жаңағы бөлімшелердің шығындарын барлығы 83/10 көмекші өндіріс шотын қолдану арқылы ұйымдастырылады. Сонымен қатар үстеме шығындар деген ұғымымыз бар. Үстеме шығындар 84/10 шотта жүргізіледі. Бұған амортизация шығындары, негізгі құралдарды жөндеумен байланысты шығындар, тағы да сол сияқты басқалары кіреді. Ал енді туристік өнімнің бағасын анықтау үшін калькуляциялау қолданылады. Калькуляция дегеніміз осы туристік өнімді өндіруге кеткен барлық шығындарды есептеу және соларды әрбір данасына бөлу, данаға өндірілген қызметтің бір данасына анықталу әдісін біз калькуляциялау дейміз. Яғни, калькуляциялау өнімнің өзіндік құнын есептеуді қамтамасыз ететін есептік процедуралар мен шығындардың аналитикалық есебінің әдісі және тәсілдерінің жиынтығы болып табылады. Туристік өнімнің толық өзіндік құнын калькуляциялау бір бірліктегі тур өнімді жасау және өткізуге кеткен барлық шығындардың есебі. Калькуляцияның объектісіне топтық тип кезінде туристердің тобына қызмет көрсету, мысалы, топта 20 адам, 15 адам болуы мүмкін. Ал егер де тур жеке түрде жүргізілетін болса, ол турдың жеке тип кезіндегі жеке туристке қызмет көрсетудің құны жатады. Турдың жекеше түрін калькуляциялау бірінші кезекте бағаны құру үшін қажет, яғни баға қалыптастыру мақсатында қажет екен. Себебі біз кеткен шығындарымызды есептеп алмай,
біз бағаны қалыптастыра алмаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.